әнші Қарақат Әбілдина Қыдырәлі Болмановтың алғашқы отбасы жайлы бар білгенін айтып берді. Әнші ел арасында тарап кеткен дақпырт әңгімелердің нүктесін қойды. Тұрмысқа шыққан кезде ертегі әлеміне түсіп кеткендей күй кешкен Қарақат отбасылық өмірі басталған тұста қандай қиыншылықтарға тап болғанын әңгімеледі. Қарақат өзінің өмірлік жолдасымен консерваторияның бірінші курсында оқып жүрген кезінде танысқан. Алғаш рет атаға дүркіреп тұрған абық тобын ол тойда кездірген. Сонда Қыдырәлі Болмановтың әншіге көзі түскен. Қарақаттың әнін тыңдап, дауысың әдемі екен, қарындасым деп жылы лебізін де білдіріпті. Қанша ұялса да, Қарақат мекен жайын сұрап тұрған әншінің бетін кері қайтармаған. Ал Қыдырәлі Болманов уақытты текке өткізбестен сол күні ақ Қарақат тұрып жүрген жатақханадан табылған. Халат киіп шыға салған болашақ жарын Болманов мырза сол кездегі танымал кафелердің біріне алып барыпты. Қарақаттың айтуынша, сол күннен бастап Болмановтың консерватория жатақханасына келуі жиілепті. 3 жыл араласып 4-ші жылға аяқ басқан жылы. Яғни мен консерваторияның ең соңғы курсында оқып жүрген кезде Қыдекең үйленуге ұсыныс жасады. Иә, екеуміз көк төбеге көтерілдік. Кешкі уақыт болатын. Тек екеуміз алдымызда шырақ жанып тұр. Жаздың жып-жылы кезі. Әңгімелесіп отырған едік. Бір кезде Қарақат, мен шешім қабылдадым. Мәңгілік жарым ретінде сенің менің өмірлік серігім бола алатыныңа көзім жетті. Оған біздің таныс болған осы 3 жылымыз куә. Сондықтан біз екеуміз үйленеміз деді. Үйленейікші, не болмаса ойланасың ба деп менен сұраған да жоқ. Яғни ол кісі шешімді қабылдады. Жоқ, мен ол кезде соншалықты бала болдым, мен үшін біздің тойымыздың өзі қойылым сияқты көрінді. Мен сол қойылымды тамашалауға келген негізгі қонақ сияқты сезіндім. Мына болып жатқан нәрсе біздің тойымыз ба, не нәрсе? Бір ғажайып ертегі әлеміне түсіп кеттім. Өзімді бүгіннен бастап әйел екенмін, екеуміз енді ерлі зайыпты екенбіз-ау деген нәрсе кейіннен сезіле бастады. Нағыз өміріміз басталған кезде ол кісінің қайнаған гастрольдері басталды. Мен болсам жалғыз қалатынмын. Енді ғана тұрмысқа шыққан мен үшін таңның атысынан кештің батысына дейін үйде жалғыз отыру, қаншама күндер мен түндер өткізу оңай болған жоқ. Бір кездерде оның табынушылары күні-түні маза бермей, үй телефонына толассыз қоңырау шалатын. Ол кезде ұялы телефон жоқ. Үйдегі телефонды өшіріп те қоя алмаймын. Себебі Қыдекең кез келген уақытта амандығымды білу үшін хабарласқан кезде күмән де түсіргім келмейтін. Түн демейді, күн демейді, маза бермейтін. Сонда косоглазая, кривоногая, страшная деп менің тарапыма неше түрлі әңгімелер айтылды. Қайдан ғана ол саған үйленді? Қайдан ғана сен шықтың? Кімсің өзі деп менің 7 атамды тазалап, қазақша орысшалап неше түрлі сөздер айтқан кезде жылап қалатымын. Үйіміздің есігіне неше түрлі хаттар қалдырып, есікке еріндерінің іздерін қалдырып келетін. Таңертең есікті ашқан кезде есіктің алдында ұйықтап жататын қыздарды көретімін. Сол кезде мен шошитымын. Бір күні гастрольден келгенде Қыдекеңді жылап қарсы алдым. Бірдеңесін шешейік, бұлай жалғасуы мүмкін емес деп айттым. Көзім ісіп кеткен. Мән жайды түсіндірдім. Күйеуімді айлап көрмеймін. Гастрольге кетеді. Тек үйге киімін ауыстыруға келетте қайтадан жолға шығады. Соның барлығы маған қатты ауыр тигенін түсініп бірден пәтерді сатылымға қойды. Кейін жаңа пәтерге көштік. Ондағы нөмірімізді, мекен жайымызды көпшілік біле бермейтін, құлағым тынышталды. Өмірге ұлымыз келді, бақытымыз еселене түсті. Бақыттың, шаттықтың дәмін сезе бастадым. Сүнгенім, адамға сабыр керек екен. Сабырла, төзімді бола білсең, барлығы өз орнына келеді. Бірінші көтерген шаңырағы туралы бүкпесіз, жасырынсыз ашық әңгімелеп берді. Онымен 1,5 жыл тұрдым. Біріншіден, жас болдым. Ешкімге де жасырын емес, артымнан қыздар деген қаптап жүгірді. Өзім де білмеймін, алып бара жатқан бойымда түрімде жоқ. Бірақ әйел затын құлатқан жігіт болдым деді. Оның шет жағасын өзім де көрдім ғой. Сөйтіп жүрген кезде мені қатты сүйген қыздардың біріне балалықпен, шалалықпен үйлендім. Арамызда толыққанды сезімде болған жоқ. Соның нәтижесінде біз ұзақ тұра алмадық. Өмірге бір бала келді, бірақ 40-на жетпей шетінеді. Ал мені ұстаған бала еді деп түсіндірді.
Өйткені ол қыз аяғы ауырланып шыққан болуы керек. Ал Қыдекең өте балажан адам. Сол бала мен ұстаған. 40 күннен кейін бала шетінеген соң ажырастық деді. Оған себеп біріншіден әйелі орысша ойлайтын, орысша тәрбие көрген қыз болған. Ол Қыдекеңнің көңілінің қошын келтірмеген. Содан кейін ойладым. Өз аузымен айтып тұрған азаматтың маған дейін пәленбай жыл бұрын болған өткенін мен неге қазбалауым керек? Оны неге әңгіме қып көтеруім керек? Жалпы неге оны есіме алуым керек? Танымал әнші Қарақат Әбілдина жұбайы Қыдырәлі Болмановқа тоқал іздегені туралы бар шындықты айтып берді. Қазнет қазақстандық жұлдыздар Қыдырәлі Болманов пен Қарақат Әбілдинаның маркетингтік қадамын қызу талқылауда. Танымал әнші жарты жыл бұрын жұбайына не үшін тоқал іздегені туралы айтты. Биыл көктемде Қарақат Әбілдина ерекше хабарландыру жасап, әлеуметтік желі қолданушыларын таң қалдырған болатын. Ол күйеуіне тоқал іздеген еді. Қыдырәлі Болманов жұбайының бұл қылығын өзіне деген ыстық сезімі деп бағалайтындығын әлеуметтік желідегі тыңдармандарына айтқан. Жарты жыл өткен соң жұлдызды жұп тоқалдың сырын ашты. Әртістер осылайша елдегі тыныштық пен бейбітшілікті сақтамақ болыпты. Халық арасында жер мәселесі туындап көпшілік дүрлігіп жатты. Сол үшін неше түрлі чаттар ашылып, алаңға шығу туралы мәселелер талқыланды. Алда мерекелер келе жатқан еді, біздің жеке концерттеріміз, басқа да концерттер. Бүкіл халық мереке туралы ұмытып, митингке шығуға әзірленіп жатты. Өзімнің ұялы телефонымда әр түрлі қалаларда құрылған 4-5 стат болды. Ол жерде жастар мен өнер адамдарының жазғанын оқығанда жүрегіме қорқыныш ұяламай қоймайтын еді, деді Қарақат Әбілдина. Әншінің айтуынша, жер митингілері жұлдызды жұптың жоспарланған концерттеріне кедергі келтіруі мүмкін болатын. Стадионда алғаш рет концерт беретін едік. Оның үстіне шетелдік әншілерді шақырмай, өз күшімізбен аншлаг жинайық дегенбіз. Бұл тоқал туралы жаңалық пиар үшін жасалғаны анық, әрине. Концертті белгілеп қойғанбыз, оған қаншама қаражат кеткенін өздеріңіз де білесіздер. Аяқ астынан соғыс басталып кетсе немесе тағы бірдеңе болса, кімге жақсылық келер еді, дейді Қарақат. Бұл жағдайда әншінің сөзіне сүйенсек, бәрін өз қолдарына алып, шара қолданбасқа амал болмады. Ешкімге зияны тимейтіндей бірдеңе ойлап табу керек болды, және бұл әрекетіміз өз нәтижесін берді. Халық жер мәселесін тастап, Қыдырәлі екеуміздің арақатынасымызды талқылай бастады. Адамдар маған неше түрлі жағымсыз дүниелерді жазды. Бір күн ішінде 500 адамға тосқауыл қоюыма тура келді. 4-5 күндей біз туралы айтылып жүрді, есесіне жер туралы мәселе ұмыт болды деп еске алады әнші. Қарақаттың айтуынша, отбасында бәрі жақсы. Біз тіпті ұрыспаймыз да, арамызда ешқандай кикілжің жоқ деп ойын қорытты жұлдыз. Танымал әнші Қарақат өзінің жары Қыдырәлінің екінші жары болып тұрмысқа шыққанын жасырмай айтып берді. Ол Қыдырәлінің өзіне дейін басқа әйелі болғанын, бірақ ол әйелмен 1 жылдан кейін ажырасып кеткенін, және Қарақатқа өз аузынан бар шындықты жасырмай айтып бергенін атап өтті. Бірінші көтерген шаңырағы туралы, үйленгені туралы ешқандай бүкпесіз қалай бар, солай әңгімелеп берді. 1,5 ай сонымен бірге тұрғанын айтты. Бірақ сол кезде оның артынан жүгірген қыздар өте көп болған екен. Алып бара жатқан бой ұзын, көрікті де жігіт емеспін дейді. Сөйтіп жүріп, балалықпен, шалалықпен артымнан жүгірген бір қызға үйлендім деп болмаған ашық айтты. Араларында бала болған, бірақ ол бала 40-на жетпей шетінеп кетті. Сонда ол баламен ұстаған Қыдырәліні аяғы ауырлап шыққан болуы керек. Содан бұл жағдайдан кейін бірден ажырасқан. Оған себеп те болған. Ол орысша тәрбие көрген қыз екен. Ол Қыдекеңнің көңіліне жақпады. Мен оны неге қазбалап, неге есіме алып, мазамды алуым керек, деді Қарақат. Өзінің адресіне косоглазая, кривоногая деген сынды сөздердің көп айтылғанын, бірақ адам сабырға келсе, не нәрсеге болсын қол жеткізеді, деді Қарақат.